Нематулла мен Қойшыбайдың тағдырының бастауы сонау ашаршылықта жатыр. Жаңақорғандағы Бірлік Қыраш деген жерде қазақтың Қоңырат руынан Қараша деген атасынан тарайтын Баратбек атамыз мынау Сунақ бауырларымыздың Қалмырза Тоқпан деген атасынан тарайтын Сәрсенбайдың қызы Ұлаш деген үлкен анамызға үйленіп, одан Қойшыбай деген бала туылады. Бірақ ашаршылық кезінде Ұлаш қатты ауырып, Ұлашты ағасы Әбдірейім елге алып кетеді өзінің төркініне. Кейін Ташкент жаққа апарып, емдей алмай, Ойданың үйіне тастап кетеді. Адам болса ілінер, адам болмаса жауабы сұрауы жоқ деген. Екі ауыз сөз айтылған. Міне сол Ұлаштан Нематулла туылады. Елде қалған Қойшыбай шешесінің өлі тірі екенін білмейді өмірі. Ал Ташкентте өмір сүрген Нематулла өзінің туған ағасы Қойшыбайдың бар екенін білмей өседі. Менің әкемнің өмірдегі бағы мен соры не деген әңгіме айтатын болсам, мен мына нәрсені айтқым келеді. Ол кісінің бағы, ол кәдімгі ислам мәдениетіндегі, ислам өркениетіндегі үлкен әулеттің тұқымы. Жалпы біздің осы қазақ сахарасына ислам дінін әкелген әулет қой. Енді сол жерде 3 адам тұр, тарихи тұлға. Әбжелел баб, қазақ оны Қорасан ата деп кеткен. Ысқақ баб, оны баба ата дейді, Созақта. Әбжелел баб Жаңақорғанда, менің туған жерімде. Сосын Әбдірахим баб, бұл Таразда, оны қазақ әулие-ата деп кеткен. Міне бұл осы үшеуі бір атаның баласы. Біз соның біреуінен тараймыз. Біреуінен Мұхтар Әуезов тарайды, біреуінен Қожа Ахмет Яссауи тарайды. Осындай ислам өркениетіндегі адамзат тарихындағы осындай әулеттің тұқымы болған адам Нематулланың бағы. Бірақ оның соры, менің әкем 37 жылы дүниеге келді. Ал 27 жылы, 1927 жылы өздеріңізге белгілі, қазақ қоғамында Қызыл империяның үлкен қанды саясаты басталды. Бірінші қазақтың байларын құртты, малын тартып алып, байлығын тартып алып. Одан кейін қазақтың рухани ділін ұстап тұрған ислам өркениетін тәрбиелеп, соны насихаттап отырған осы әулеттерді көзін құртуға алып кірісті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біздің ата-бабаларымыз сыр бойында, оңтүстік өлкесінде, Жаңақорған жерінде өсіп өнген. Біздің үлкен бабаларымыз Айғойшан инсан бұрын осы жерде денетін медресе ұстап, адамдарды оқытып, дене жөнінде тәрбиелеп, өте тәрбиелі жоғары болған. Сол Айғойшан бабамыздан Әлеметтен Омар, Омардан Уайда, Уайдадан біз. Мұна Қалиланың фамилиясы Омаров үлкен әкесіменен жазылатын. Нәкең Нематулланың жастық шағы туралы әрине оқиғалар көп. Бала кезінде жаңағы бидайдың ішінде темекі шегемдеп бидайды өртегені, үйден қашып кеткені көп қой оның бәрі. Бірақ Нематулланың тағдырында үлкен бір оқиға бар.
қазіргі мына жұрттың көріп жүрген сериалдарының ар жағына өтіп кететін. Ол Нематулла мен Қойшыбайдың тарихы. Әрине, Ұлаш апамыздан туылған Нематулла өте ерке болып өсті. Ойда оны еркелеткен, қатты еркелеткен, бетін қақпаған. Төмнарықта бір атаң бар, біздің атамыз бар, үшеу біз төртеуміз кетпен шауып тұрамыз. Сенің атаң қызығын айтайын. Атаң сонда кетпен шаппайды, бізді мазақ қып қасымыздан өтіп кетеді, тілін шығарып. Сосын Түркістандағы қайнаған жаңа жерден ала салып кесек тас боранға ұрады ғой сенің атаңды. Хеш тигізбейді ғой, хеш жұмыс істемейді, жаңа өмір жұмыс істеп көрмеген. Біз кетпен шауып қауын егеміз, дарбыз егеміз, соны арқалап тасимыз, оны мәшинеге артамыз, оны Ташкентке апарып сатып келеді. Үлкен әкеміз Қашқарияда қалды, Омар атам, Уайда атамыз Ташкентте қалды. Сол аталарымыздың жете алмаған еліне, армандап кеткен жеріне, әріне мен мені 1960 жылы қайтып оралдым. Бір күні қат келді маған. Жеңгеңді әкеп таста. Көріп сөгіменен деді. Әкеп тастамайтын болсаң, ары қарай үйіне апарып таста дейді қатында. Ой, шатақ болды ғой деп. Әрәу бар төсек орын багажға, неге түйіп, алашаларға түйіп, тең қылып, 2-3 тең қылдықтаған тігіп, үстіне қағазда шүберек жапсырып, әдірісін жазып, неге апарып өткіздің багажға. Сөйтіп ертесін өзіміз пойызбен кеттік қой, жеңгеміз. Көшіп келдік қой. Кәдімгі осы Жаңақорғанда әркімнің үйінде отырдым, 16-17 жерге кірдім мен осы. Қазір Жаңақорғандағы үйім салынғанша сол бармаған жерім қалмады менің. Сол атам көшіп келіп, қасымызға, апам көшіп келіп, өзіп әпкен бишара. Сол үй әперді. Сөйтіп, бір гілеміз бар еді, үйде гілеміз саттық, сиырымыз саттық. Қалған атам қосты өзі. Сөйтіп әпкем Жаңақорғаннан үй әперді. 47 жылы Ұлаш апам қайтар алдында 6 ай бұрын Нәметләмен сөйлескен екен. Есін кіріп қалды бала. Жаңақорғанда тау бетінде Қойшыбай деген ағаң бар. 30 жылы неге келген. Соны тауып ал дейді. 60 жылы Нәметлә Жаңақорғанға келеді. Келісімен іздеуге кіріседі. Бірінші іздеген тапқан адамы олынбай шығады, оны жайылмадан табады. Екіншісін тапқанда 60 жылы Қойшыбай қойдың басында тауда отыр екен. Жер кепеде, бұлақтың арғы бетінде. Бұлар қасында Нәметләнің досы бар, машинамен барады, бұлақтан өте алмайды, су қалың болады, терең болады. Содан өтеді, машинаны тастап кетіп жаяу барады. Үйге дейін 200 метрге дейін жер бар екен. Сонда машинаның дауысын естіген Қойшыбай атам мен әйелі Шолпан екеуі сыртқа шығып тұрады. Араларында 100 метр қалғанда Шолпан айтады: "Қойшыбай, қараш, ана оң жағында келатқан адам сен ғой" депті. Сонда Қойшыбайдың аяқ істемей қалып жерге отырып қапты, дірілдеп. Екеуінің арасында 5 метр қалған кезде Нәметлә да жүре алмай қалады. Аяқ істемей жерге құлайды екеуі. Сөйтіп та екеуі отырып алып жылайды, таниды екеуі бір-бірін. Нәметлә біледі Қойшыбай бар екенін, ал Қойшыбай Нәметләнің бар екенін білмейді, бірақ іші сезеді. Сонда ана Нәметләні қасындағы досы сүйреген, Қойшыбайды әйел сүйреп екеуін қосқан арасын. Тізерлеп отырып жарты сағаттай сөйлесе алмапты бір-бірімен, жылап. Сонда көкем қалайсың дей беріпті. Анау бас салып шешесін сұрайды екен. Шешең қайда қалды, шешеміз қайда қалды деп. Бір жылдары мамашкамен бірге бардым, шешемен бірге. Сонда Абдулла әнім 9 жасар. Абдулла ешкімді жатырқамайды. Үйге кірген кезде: "Атау, мен келдім" деп кіріп қалады. Қойшыбай бірінші мен құшақтап тұрған ананың өрт тағыны. Мамашкеден сұрады:
Хадиша, мынау Нәметліға осы келе ма деді. Иә, осы Абдулла Аймаға Нәметлі деп еді. Соны құшақтап алып, жарты сағат жылаған есімде. Осындай жасымда інімді құшақтай алмадым, атқа отырғызып үйрете алмадым. Біз дарияға жүзетін едік, дарияға жүздіріп үйрететін едім інімді. Мынау жауырған жермен таныстыра алмадым, өзім атқа мінгізіп. Көкпар шаптыра алмадым, жас кезімде көкпар шаптым. Бәрін осының бәрін үйрететін едім, ұйықтап жатқан кезде түсіме кіреді дейді, қазір дейді. Сол шал болған кезде. Қалай Нәметлі екеуміз атпен шауып жүргеніміз, суға түсіп жүргеніміз, соның бәрін жасай алмадым. Енді бір арманым, сендер біз жоғалтып алған 23 жылды сендер жасаңдар. Сендердің балдарың біздің балдармен қатысып кетсе, сол менің арманым деді. Атам жаңағы даладан мал тауып келсе, Ахметхан жетектеп бізге әкеп береді. Апа, мынау ешкінің сүті бар екен дейді, Ахметхан айтады. Сүті бар екен, жеңшеме апарып берейін, шаяқтап ішсін дейді. Сөйтіп әкеп бізге байлап қояды оны. Соны атам сұраса, ой, оны жеңшеме апарып бергем ата дейді. Сөйтсе атам айтады, ой, бәтжағар апардың ба? Иә, апардың десін демей, атам бейшара қоя салады. Көмегі көп тиді осы балдарды, әуелі Құдай жәрдем берді атам. Қашан көздері жұмылғанша жәрдем беріп отырды. Қас-қабағымызға көп қарады. Аш болсақ тамақ болды, жалаңаш болсақ киім болды. Көп жәрдем етті апам менің. Ешқандай ештеңеден тарық тұрған жоқ өлгенше. Қабағымызға көп қарады. Жағдайымды көп жасады. Ата-бабамның еліне келіп, өсіп, өніп отырмын. 6 балатын, 4 қызымыз бар. Құдайға шүкір, әлхамдулилла, Құданың берген балдары. Ұлы Абай бүкіл қазаққа белгілі болғанда бір күні әкесінің алдында отырып мақтаныпты. Мен қазаққа белгілі ақын болдым, болыс болдым, би болдым. Мен сенен де әке осып кеттім деп мақтанған екен. Сонда Құнанбай дана қария ғой. Шырағым, сен ең бірінші Абай сияқты ұл тудырып ал, сөнен кейін ғана мақтанасың деген екен. Осындайда мен досым Қалила Омаровты еске аламын. Қалила қазақтың қазіргі маңдайы жарқырап тұрған белгілі кинодокументаристі. Мен Қалила Қожаның хикаялары деген кітап жаздым. Бұл кітап бір Қалиланың ғана емес, сол кездердегі тәуелсіздігімізді алғанда бір құлап, бір сүрініп қайта тұрған жалпы өнер адамдарының тағдыры. Әрине, Қалила туралы айтқанда, Қалиланың әкесі Неметолла Ақсақал туралы айтпай кетуге болмайды. Жаңақорғанға барғанда Қалиланың әкесі қандай екен деп мен іздеп бардым, амандастым, көрдім. Бірден таныдым, жаны таза азамат екен. Сондықтан да осындай Қалила сияқты өнер иесін алып келген Неметолла ағаға біз әрқашанда алғысымызды айтамыз. Әрине, Ленинградтан келгеннен кейін мен Жаңақорғанда 1-2 жылдай болдым да Алматыға келдім ғой. Сол Алматыға келіп, үлкен экранында Тәушен деген кинодан бастап Мағжан, Міржақып, Ашаршылық туралы кинолар түсірдім. Сол киноларыма Қазақстанның белгілі жұлдыздарымен қатар лауреат атағын алуға бізді мынау филармония залына жинады. Елден қуаныш немересін қойнында мәйкісінің ішінде өсірген немересін жетектеп Неметолла келді. Сонда Нәкең айтқан сөз әлі есімде. Айналайын, Қалила, сен
менің ойда атамның үмітін ақтадың. Бүгін Омаров деп сенің фамилияңды айтқан кезде міне төбем бір ел көкке жетпей қалды ғой. Балам, сен әрине мүмкін сен қуанып тұрған шығарсың, бірақ сенен мен 10 есе 100 есе артық қуанып тұрмын. Өйткені туған жерден алыста қалып тағдырдың тәлкегімен, сонау бірі Самарқанда, біреуі Ташкенттің ар жақ бер жағында жатқан аталарыңның атын айтып осындай шығардың. Рахмет балам, рахмет, ризамын. Осы уақытқа дейін сен талай нәрсені маған көрсетпең, соның бәрін кештім айналайын. Мен режимім, мен ризамын деген әлі есімде. Söyleyip otur. Ben bundan sonra bana ne kavruk koyduk, kokum bir kırk beş işte. Bugün bunu da soğuk. Bana gördüm. Niyetesine ağzında, şimdi onun ilgili diyeyim sakıtını ağzında kelime. Kesin Türk'e otururken. Kuanıp gittim. O koku deyip. Hatta kırılım. Kolum bitti sonra. Ama da satkan şadır ki kolunu alıp üşüdüm. Kolunu da. Kilo gidiyordu. Sizde alacaklarınız var mı? Yok. Alacaklarınız var mı? Yok. Hem denemedi. Devrin göçüp baradı, karaylanmay, kubuladı gün sayan, Buladı gün sayın qalay qalay, qalay qalay. Senin aldın sevlene, necet Jarqırağan terşellegey şaraynaday, Jarqırağan dünya şaraynaday, Не берем, осы Қуанышпен Мұхтар менің балам, екі балам. Айрықша бірінші көрген парзантым. Енді шөбере көреміз, Құда қаласа. Келіншек әкеңдер той болсын. Енді қазір міне Нәкең өмірден озғалда 10 жыл өтті. Нәкеңнің көрмеген шөбересін Қадиша бибі көріп қолынан май жеп жатыр. Ол өте қуанышты нәрсе. Нәкеңнің бір немересі өзің туралы киноң түсіріп премьерасын жасап жатыр, көріп жатырмын телевизордан дейді. Бір немересі сайт жасап берді дейді, дүниежүзі кіріп көріп жатыр, оны көріп жатыр. Мына бір немере қызын қара істеп тұрған, журнал шығарып жатыр. Жарықтық Нәкеңнің немерелер ғой бұлар деп көзін қысады да тұңғышбай.
акеме интернет сайт аштым, Қалила фильм KZ деген. Бұл интернет сайтқа бір 60 шақты елден, Африкадан, Америкадан және көптеген елдерден кіріп көріп жатыр. Және алғысын білдіріп жатыр. Қытайдағы қазақтар, Монғолиядағы қазақтар жақсылықтарын, рахметтерін білдіріп жатыр. Әкем Алашорда деген кино түсірді. Енді кинолар көп, бірақ ішінде ең қатты ұнаған сол Алашорда киносы болды. Өткен сол Алашорда киносы бүкіл осы қазіргі қазақтарға, бұлайша айтқанда, орысша айтқанда дух беретін кино. Жаңа жүрегіңде қазақтың деп оятатын, намысты оятатын кино болып шықты. Сол киноны көрген кезде ғана жыладым мен. Қалған киноларын көргенде ондай әсер алған емес. Енді мен де сондай әсер берем халқыма, сондай кино жасайым деп қазір қазақтың соңғы ханы Кенесары. Сол туралы кино жасалатын, Құда қаласа ол да шығып жатады, орын тауып жатады, халықтың өзі бағасын берер көрермендер. Енді ол киноны әрине өзім жалғыз ғана жасамаймын, інім бар, өзім бауырым Мұхтар бар, продюсер болып жатыр, мен режиссер, әкем автор, сценарий болып, үшеуміз Құда қаласа сол Кенесары деген киноны халыққа көрсетеміз. Міне осы күнге әкем көрмегенде мен тек өкінем. Осы күнді. Әйтпесе, Құдайға шүкір, шөберелері келді дүниеге, қуанып жатыр бәрі. Жақсылық болсын деп ойлаймын. Қуаныш болсын. Ағайын арасы тату болса деп ойлаймын. Тойдан тойға жете берейік. Жан әке қуат күшім сен, күнімдей шуақтысың сен. Жұлдызым менің жанғанда, жалғанда, қуанған сендей жан бар ма? Жан әке сүйенерім сен, қастерлі киемедің сен. Сағынған кезде сен іздеп әкешім, толқиды жүрек теңіз болып. Дүние-ай бәрі бекер, сел болып ағып өтер. Құбылған талай бұл жалғанда, әкетай қадіріңе кім жетер? Құбылған талай бұл жалғанда, әкетай қадіріңе кім жетер? Жан әке алып тұлғалы, жаныңды жарық қылғаны, даладай дара дарханым қамқорым, өзіңмен нұрлы әр таңым. Жан әке сағындым сені, тарқамас жанымның шері. Тауысып тағат төзімді өзіңді, сағындым ойлы көзіңді. Дүние-ай бәрі бекер, сел болып ағып өтер. Құбылған талай бұл жалғанда,
Әкетай қадіріңе кім жетер? Құбылған талай бұл жалғанда, әкетай қадіріңе кім жетер? Dünyayı bәрі бекер, сел болып ағып өтер. Құбылған талай бұл жалғанда, әкетай қадіріңе кім жетер?